Қайырлы күн достар, бүгін сабағымызда біз екі маңызды кішкене жоғары деңгейлі тақырыптар өтеміз. Олармен сіз міндетті түрде таныссыз, present perfect және present perfect continuous. Бірақ неге осы екі шақты бірге өтетін боламыз? Себебі екеуі де өткен шақты, яғни бұрын басталған іс-әрекеттерді белгілейді. Бірақ біреуі сол іс-әрекеттің бір белгілі уақытқа дейін аяқталғанын көрсетеді, ал екіншісі өткен шақта басталып, әлі күнге дейін жалғасып жатқан іс-әрекетті белгілейді. Оларды екеуін білу маңызды. Әсіресе present perfect continuous'ты білсеңіз, шынымды айтайын, эксперт ретінде бұл шақты әдетте ағылшынды шет тілі ретінде үйреніп жатқан адамдар жиі қолданбайды, бірақ сіз осыны меңгеріп, осы сабақты ұғып, оны күнделікті практикаңызға енгізсеңіз, сіздің ағылшыныңыз әдемі екеніне бәрінің көзі жетеді, достар. Сол үшін бүгінгі тақырыпты үйренеміз. Ал кеттік формуласынан бастайық. Ең алдымен сіз present perfect'тің қалай жасалатынын осы күнге дейін білу керексіз, себебі біз осыға дейін өткенбіз бұл тақырыпты. Present perfect'тің жасалу жолы have немесе has қосу етістіктің үшінші формасы. Have, are, you, we, they мен has, he, she, it пен. Мысалы, сіз Титаник көрген болсаңыз, I have seen that movie деп айта аласыз. Немесе I've seen that movie. Қысқартылған түрі жиірек қолданылады. I've seen that, I've done that, I've never been there. Немесе she has played in more than 50 movies. Ол 50-ден көп фильмдерге түскен. Қандай танымал актриса. Ал енді нақты жағдайларға тоқтайтын болсақ, present perfect'ті қандай кезде қолдануға болады? Ең алдымен, егер сіз өткен шақта сіздің бір тәжірибеңіз бар болса, бірдеңе істесеңіз, және ол істеген кездің уақыты маңызды болмаса, просто істедім, болды. Ондай кезде present perfect'ті қолданасыз. Have you ever visited a doctor? Сен жалпы дәрігерде болдың ба өзің өміріңде деп кейбір адамдарға айтуға болады. Яғни бізге бұл жерде уақыты маңызды емес, тәжірибе маңызды. Сол үшін present perfect'ті қолданамыз. Және present perfect'ті just, yet, already деген сөздерді көрсеңдер қолдануға болады. Мысалы, just'тың мағынасы қазір ғана, I've just finished my homework. Қазір ғана үй жұмысымды біттім. Yet, орысша аударғанда еще, бірақ бұл жерде әлі істемедім дегендей. Мысалы, I haven't done my homework yet. Мен әлі өз үй жұмысымды бітірмедім. Немесе I haven't submitted that assignment yet. Мен сол тапсырманы әлі жібермедім. Прогресс мида. Already, уже аяқтап қойдым деген. I've already cooked dinner. Мен кешкі асты жасап қойдым. I've already cooked it. Осы слайдтағыдай. Және егер сіз осындай superlatives, күшейтпелі шырайда тұрған сөздерді көрсеңіз, the first, the second, last time, the best, бірінші, екінші, ең үздік, ең әдемі, немесе ең соңғы жол, ең соңғы рет, бұлардың барлығында present perfect қолданылады. Мысалы, it is the best ice cream I've ever tasted. Ever деген сөз одан әрі күшейтеді, бұл жағдайды. Мен өмірімде жалпы көрген, дәмін татқан ең күшті балмұздақ. It's the best ice cream I've ever tasted. Бұл жерде present perfect. Және кейбір іс-әрекеттер аяқталса, және аяқталған уақыты біз үшін маңызды болмаса, бірақ бізге маңыздысы оның нәтижесі болса, мысалы, жаңбыр жауды, немесе жаңбыр жауып бастады. Бұл жерде қашан басталғаны бізге маңызды емес, бірақ бізге қазіргі нәтижесі маңызды, жауып бастады. Сондай кезде present perfect'ті қолдана береміз. Look, it has started raining. Немесе look, it started raining деп айту да мүмкін. It's деген it has-дың қысқартылған түрі. Look, it has started raining. Енді тағы да есте сақтайтын жайт, бізде етістіктердің түрлері бар екенін білетін шығарсыз. Action verbs, ол іс-әрекетті белгілейтін, мысалы, сабақты оқу, бір жерге бару, жұмыс істеу, жүгіру, олардың бәрі action verbs, себебі іс-әрекетті білдіреді. Non-action verbs-тар да бар, мысалы, білу, немесе сағыну, сезу, сондай сияқты. Олар іс-әрекетті білдірмейді ғой. Олармен іс-әрекетті білдірмейтін етістіктермен present simple немесе present continuous қолданған дұрыс емес. Мысалы, know деген етістікті қарастырсақ,
I'm knowing him, немесе мен оны білемін. Дәл қазір оны біліп тұрсаңыз да I'm knowing деп айту қате, иә? Немесе how long деген сұрақ қойылса сізге қаншалықты уақыт бойы, қаншалықты ұзақ, немесе since, all day, all evening деген сөздерді көрсеңіз, олармен present simple'ды қолданған қате. Мысалы, I know him since I was a child. Мен оны балалық шағынан білемін. Қазақ тілінде бұл миға сиымды естілсе, ағылшын тілінде үйтіп айту қате, себебі онымен present perfect'ті қолдану керек, non-action verbspен. I've known him since I was a child. I've known him. Енді, достар, тағы да бұл енді present perfect'ті қолданатын ең соңғы жағдайлардың бірі. Біз белгілі бір іс-әрекетті қанша рет жасағаныңызды білгіміз келсе, мысалы, немесе қаншалықты жиі жасайтыныңызды білгіміз келсе, бұндай кезде present perfect'ті қолдана береміз. How many times have you read this book? Сен бұл кітапты қанша рет оқыдың? How many times have you watched this lesson? Немесе how many times you watched the Friends TV show? Мысалы, Friends, друзья деген шоуды білсеңіз, менің бір жақсы танысым оны 8 рет көрген. How many times have you watched Friends? And she would reply 8 times or more. Енді, достар, сабақтың екінші маңызды бөлігі енді барынша present perfect пен present perfect continuous'тың айырмашылықтарына назар аударып көріңіз. Бұл жерде бізге continuous деген сөз қосылды. To continue жалғасу, continuous деген жалғасатын нақ осы шақтағы perfect етістіктің шағы. Бұндай кезде біз бір іс-әрекетті өткен шақта бастасақ, және ол әлі күнге дейін жалғасып жатса, қазір біз сөйлесіп тұрған сәтте әлі де шын болса, онда present perfect continuous'ты қолданамыз. Мысалы, how long have you been taking these pills? Сен қанша уақыт бойы осы дәріні ішіп жүрсің? How long have you been taking these pills? Қандай айырмашылық байқайсыз know етістігімен? Себебі ол да I've known him since I was a child. Мен оны балалық шағынан біледім. Бұрынғы шақтан басталып, қазірде шын. Бірақ айырмашылығы әрине action'да. To take pills ол іс-әрекет, сол үшін action verbs, present perfect continuous. Ал to know non-action, сол үшін I've known деп айтамыз. Басқа жағдай present perfect continuous қолданылатын ол егерде кейбір іс-әрекеттер қайталанатын болса, немесе олардың ұзақтығы болса, мынандай сөздермен жиі қолданылады. All day, немесе recently. It's been snowing all day. Күні бойы қар жауды. It's been snowing all day. Немесе it's been snowing recently. It's been snowing a lot recently. Соңғы кездері что-то қар көп жауып жүр. A lot recently бұның барлығы осындай жиі қайталанатын іс-әрекеттерді белгілейді. Ал енді кейбір іс-әрекеттер олардың ұзақтығы белгілі болуы мүмкін, ұзақ уақыт бойы жалғасты, бірақ қазір ғана бітті, қазір ғана аяқталды. Мысалы, I've been working all day, I'm exhausted. Кейбір адам былай ойлап қалуы мүмкін. Біз қазір аяқталған заттарға present perfect қолданамыз. Мысалы, I've just finished my homework. Бірақ бұл жердің айырмашылығы, I've just finished my homework және I've been working all day-дің ең соңғы сөздерінде all day, мен күні бойы жұмыс жасадым. I've been working all day. Бұл жерде бізге ұзақтығы беріліп тұр, және қазір ғана аяқтасам маңызды емес, бұл бәрібір ұзақтығы бар болғандықтан present perfect continuous'ты қолданамыз. Яғни, осы мүмкін бүгінгі сабақтың ең маңызды сәті, достар. Осы сәтке дейін қарап бітсеңдер, жарайсыңдар. Present perfect және present perfect continuous'тың басты айырмашылығы, екіншісі уақытқа көбірек назар аударады. Бір іс-әрекет ұзақ уақыт бойы жалғасты. Біріншісі ұзақтыққа аса назар аудармайды. Просто нәтиже немесе тәжірибе, болды ма, болмады ма. Ал мұнаныкі кішкене ұзақтығы. I've been working all day. We've been seeing each other for a while. We've been dating for 2 years. Мысалы, соңғы 2 жыл бойы кездесіп жүрміз дегендей. Енді present perfect continuous бағанағы мен айтқандай дәл осы слайдта қайталап жатыр. Бұл жерде іс-әрекеттің жалғасуын немесе оның яғни мәңгі болмайтын temporary дейді ғой, уақытша болуын көрсеткісі келетін шақ. Мысалы, I've been waiting for you for 2 hours. Мен сені бұл жерде 2 сағат бойы күтіп отырдым.
more common than I've waited, яғни мен әдетте осынша уақыт күтпеймін, сол үшін мен I've been waiting for you for 2 hours деп осы ұзақтығын өз сөзімен осы шақты қолдана белгілеп нақтылап жатырмын достар. Енді бүгінгі сабағымыз пайдалы болды деген үміттемін, себебі present perfect continuous'ты меңгерсеңіз уәде беремін, сіз ағылшынша өте жақсы сөйлейтін адамдардың қатарына кіресіз. Сол үшін осы теорияны тек қана теория деңгейінде қалдырмай практикада қолданып үйрену үшін астыдағы жаттығуларды бірге орындап көрейік.